Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге жасалу жолы өте оңай, қонақтарыңыздың алдына ұялмай қоятын өте жеңіл салатты жасау жолын көрсетемін. Ең алдымен бізге қайнатылған 5 жұмыртқамызды осылай ұзынша етіп турап аламыз. Үлкен жұмыртқа болса 4-еу, менде майда болғаннан кейін 5 жұмыртқа қостым. Осылай барлығын жіңішке етіп, ұзынша етіп турап алдық. Енді қайнатылған осындай тауықтың етін сүйектерінен ажырата отырып, ұзынша етіп оны да турап алатын боламыз. Мінекей осылай барлық тауық етін ұзынша етіп турап алдық. Енді осындай саңырауқұлақтар, туралған саңырауқұлақтың бір банкасын және жүгерінің осындай консервідегі кішкентай құтысын барлығын қосатын боламыз. Осындай жарты шай қасыққа жетпей тұз қосып, керегінше майонезді құйып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің тауық еті қосылған, өте тойымды әрі оңай салатымыз дайын болды. Қонақтарыңыздың алдына ұялмай ұсынсаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.